Балалар, мен сендерге бүгін қызықты ертегі әкелдім. Тыңдағыларың келе ме? Ендеше ертегімнің аты Түлкі мен Тырна деп аталады. Ертеде түлкі мен тырна дос болыпты. Түлкі бір күні қонаққа тырнаны шақырады. Тырна, маған қонаққа кел дейді. Жарайды дейді. Сөйтіп тырна белгіленген уақытта түлкінің үйіне қонаққа барады. Кел тырна, кел, сені көргеніме қуаныштымын дейді. Түлкі тамақты екеуіне тәрелкеге салады. Же тырна досым, ұялма дейді. Тырна қанша тырысса да түлкінің берген тамағын жей алмайды. Ұзын тұмсығымен тәрелканы ары тоқылдатады, бері тоқылдатады. Тамақты татып көре алмай қойды. Түлкі өзінің тәрелкесіндегі тамақты жалап жеп қойды. Кешір Тырнажан, саған беретін басқа еш нәрсем жоқ дейді. Жарайды, енді сен де маған қонаққа кел дейді. Келесі күні Тырнаға түлкі қонаққа барады. Амансың ба Тырнажан? Жағдайың қалай? Бәрі жақсы ма дейді. Қайырлы күн түлкішек, мен сені күтіп отырмын дейді. Тырна түлкіні үйіне кіргізіп, үстелдің үстіне сұйық тамақты құмыраға құйып береді. Же Түлкіжан дейді. Түлкі болса тұмсығын құмыраға тығып, ары тығады, бері тығады, сұйық тамақты іше алмай қояды. Ал Түлкіжан ұялма, не? Мен тамағым дәмді емес па дейді. Саған дәмді қылып пісіруге әбден дайындадым ғой, неге жемей отырсың дейді. Түлкі құмыраның ар жағына шығады, бер жағына шығады, бірақ тамақты еш жей алмай қояды. Түлкі, сен неге ішпей отырсың? Менің тамағым ұнамай ма дейді. Түлкінің көңілі күйі түсіп кетіп, қоштасып, есікті тарс жауып шығып кетіп қалады. Міне, осыдан кейін Түлкі мен Тырнаның достығы үзіледі. Екеуі дос болмай қалады. Көрдіңдер ме ертегінің мәтінінде? Бұл жерде достық туралы айтылады, балалар, досқа адал болу керек, шыншыл болу керек. Жарай ма балалар? Жарайсыңдар. Рахмет сендерге ертегіні тыңдағандарыңа.